Сәлем достар, қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге духовкаде пісетін пирожки жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Сүтімізге қантымызды, тұзымызды, жұмыртқаның 2 сарысын, ашытқыны және де майымызды қосып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымыз осылай қолға жабыспайтындай болу керек. Қамырымыздың бетін жауып көтерілгенше қоямыз. Ендігі кезекте салмасын жасайтын боламыз. Ол үшін жуаларымызды майдалап турап аламыз. Және де сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Капустамызды да майдалап турап аламыз. Ендігі кезекте табамызға майымызды құйып, жуамызды саламыз. Жақсылап қуырылған жуамыздың үстіне сәбізімізді саламыз. Одан кейін тұзымызды және дәмдеушімізді салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Сәбізіміз жақсылап қуырылып болған соң үстіне капустамызды саламыз. Капустамыз жақсы қуырылу үшін 15 минуттай қуырамыз. Дайын болған салмамызды суытып қоямыз. Ендігі кезекте көтерілген қамырымызды турауды бастаймыз. Бөлген қамырларымызды домалатып қоямыз. Менде осылай домалата отырып 15 дана шықты. Осылай домалатып қойған күлшелеріміздің бетін жауып, тынуға жарты сағат уақытқа қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін бетін ашып, әрқайсысын жаюды бастаймыз. Жая отырып, ішіне салмасын салып, видеодағыдай етіп, самса тәріздес етіп түйіп шығамыз. Әр түйген пирожкилерімізді формамыздың үстіне пергамент қағазын қойып шығамыз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар. Түйілген пирожкилеріміздің үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Міне достар, менде осылай 2 формаға салып шықтым. Пирожкилерімізді 180 градуста қызып тұрған пешімізге 20-25 минутқа салып аламыз. Достар, духовкаде пісірілген пирожкиіміз дайын. Менде осындай болып, жұп-жұмсақ болып пісіп шықты.